Бүгін дендросаябаққа бардық. Дендросаябақта осындай әткеншектерге және осындай сырғитын сырғымақтар бар, балалар ойнайтын алаңшалар өте көп екен. Балалар жақсылап ойнап, күшті әсем табиғатта тамашалап, осындай жерлерде фонтан бар, балалар жүгіріп ойнап, осындай жерде үлкен адамдар отыруға болады. Кішігірім дәмханасында тамақтанып қайттық. Өте әдемі табиғат аясында барлығы, гүлдерді қараңызшы, неше түрлі. Адам рахаттанып дем алады қарап отырып. Ұшқан көбелектер неше түрлі. Кәдімгідей бір шетелде жүргенде өзімізді сезініп кеттік, шын керек. Балаларға өте жақсы демалыс болды. Балалар велосипедтермен жүгірді, демалды велосипедтермен. Сонымен қатар самокаттарды да апаруға болады. Осылай балалар үлкен жақсы бір дем алатын күн болды. Осылай демалыс күндері балалармен осылай дем алуға болады екен.